Ассалаумағалейкум. Каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі тоқталар тақырып Шәуәл айының оразасына байланысты сұрақ жауап. Біріншісі, Шәуәл айының оразасы қашаннан басталады? Немесе Шәуәл айы қашан басталды? Бізде де Шәуәл айы 2025 жылдың, осы жылдың яғни 30-шы наурызында басталып, 29-шы сәуірінде аяқталады. 29-шы сәуір біздерде келесі ай кіреді. Мұсылманша ай Зул-Хиджа айы кіреді. Енді Шәуәл айының оразасын ұстау міндет пе? Жоқ, Шәуәл айының оразасын ұстау міндет емес. Шамаңыз жетіп жатса ұстайсыз. Ал енді Шәуәл айының оразасының сауабы қандай десеңіз, Алла елшісі кімде-кім Рамазан айын ұстағаннан соң, Рамазан оразасын ұстағаннан соң, Шәуәл айының 6 күнін ұстаған болатын болса, 1 жыл ораза ұстағандай сауап болады дейді. Яғни 6 күн ораза ұстасаңыз, 1 жылдың сауабын аласыз. Енді Шәуәл айының 6 күн оразасын ұстаған кезде бөліп-бөліп ұстаған дұрыс па, әлде қатарынан ұстаған дұрыс па дейді. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай көресіз. Қатарынан ұстасаңыз да болады, бөліп-бөліп ұстасаңыз да болады. Енді Рамазан айынан 1 күн қаза болып қалды, немесе 2-3 күн қаза болып қалды, жолда болып қалдыңыз, басқа бір жағдайлар ауырып қалып, сондай бір себептермен Рамазан айында қаза күндеріңіз болатын болса, бірінші Рамазан айының қаза күндерін өтеп аласыз, сосын барып Шәуәл айының 6 күнін ұстайсыз. Шәуәл айының оразасын тек Шәуәл айында ұстай ма деген сияқты орынды сұрақ туады. Әрине, тек бұл Шәуәл айында ұсталынады. Алла ықыласымызды, ниетімізді қабыл алсын. Парақшаға тіркеліп, өзгелермен де бөлісіп отырыңыздар.